Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі әсіп дайындайтын боламыз. Қыстық соғым алғанда шектерін тастап жібермей, осындай дәмді әсіп жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар: 1 сәбіз, 2 бас пияз, 2 тісше сарымсақ және 150 грамм құйрық және 500 грамм бауыр керек болады. Мендегі бауыр ғана емес, жартылай бауыр және жартылай жүрек қостым. Одан басқа бүйректі және қара талақты қосуға болады. Керекті заттарымыздың барлығын бекітқіштан өткіземіз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, адыма жазылып қойыңыздар. Міне бізде осындай масса шықты. Енді осыған жақсылап жуып тазаланған 300 грамм күрішімізді саламыз. Және дәміне қарай бұрыш және тұз салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде мұнда массамыз кішкене қою болып қалды, және де күрішіміз жақсы пісуі үшін жарты стакан су қойып араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді осыны шекке салатын боламыз. Мендегі шек сиырдың шегі, кез келген ірі қара малдың шегі жарай береді. Бір ұшын жіппен байлап алдым, екінші ұшына осылай баклажканы қиып салсаңыздар оңай салынады. Мінекей барлығын шекке салып алдық. Енді екінші ұшын жақсылап байлап аламыз. Үлкен әсіп қылып пісіру ыңғайсыз болғандықтан бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Азырақ бөлігін алып, жібімізбен байлаймыз жақсылап. Жанынан тағы кішкене алшақтатып, тағы да жіп байлаймыз. Ортасынан кесіп бөліп аламыз. Әсіпті дайындағанда қазыныкіндей қатты тығыздауға болмайды. Өйткені ішіндегі күріші піскен кезде сініп, ішекті жыртуы мүмкін. Сондықтан кішкене бостау қылып аламыз. Ішектің қалған бөлігін тағы да 2-ге бөлдім. Барлығы 3 бөлік шықты. Мінекей әсібімізді дайындап болдық. Видеода көргендеріңіздей әсіп осылай кішкене бостау болу керек. Мінекей ыдысымызға салып қойдым. Осыны 35-40 минуттай қайнатамыз. Мінекей әсібіміз дайын болды. Ешқандай да шашылып кетпейді. Колбаса кескенде кесіп дастарханға ұсына бересіздер. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.